Gamma платформасымен жұмыс істеу үшін алдымен өзіңіздің Google аккаунтыңыз арқылы тіркелуіңіз қажет. Тіркелу аяқталғаннан кейін экранда негізгі бет ашылады. Сол жерден жаңа бет жасау батырмасын басып, генерациялау бөліміндегі бірінші нұсқаны таңдаймыз. Келесі бет ашылғаннан кейін презентация бөлімін таңдаймыз. Одан кейін презентацияға қажетті беттер санын көрсетіп, өзіңізге қажетті тақырыпты енгіземіз. Сонымен қатар презентацияның тілін міндетті түрде таңдап алған жөн. Келесі қадамда презентацияның дизайнын өз қалауыңызға қарай таңдай аласыз. Барлық қажетті параметрлерді белгілеп болған соң, генерациялау батырмасын басамыз. Презентацияның дайындалуына біраз уақыт қажет. Жүйе жұмысын аяқтағаннан кейін дайын презентацияны өз қалауыңызға және қажеттілігіңізге қарай өңдеп, өзгерістер енгізе аласыз. Экранның оң жақ бөлігіндегі құралдар тақтасы арқылы өзіңізге қажетті бөлімдерді таңдап, презентацияның мазмұнын толықтыруға немесе өзгертуге болады. Дайын презентацияны оқушылармен бөлісуге, сондай-ақ өзіңізге сақтап алуға мүмкіндік бар. Сонымен қатар платформадағы кредиттер санын арттыруға болады. Ол үшін дайын материалды достарыңызбен, әріптестеріңізбен немесе басқа пайдаланушылармен бөлісу арқылы қосымша кредиттер жинауға болады.